Сәлеметсіздер ме? Біз Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің заң факультетінің бірінші курс студенттеріміз. Таныстырып өтсек, Серік Шыңғысхан Уәлиханұлы, Көкаева Камила Мұратқызы, Исипаева Қазына Билебекқызы, Баймұха Ерназар Өмірбекұлы боламыз. Тақырыбы тәуелсіздік көне түркі жазуының және мәдени ескерткіштерінің жан-жақты зерттеле басталуы. Бұл бейне жазбаның басты мақсаты шығу тегіміздің тамыры, асыл қасиетіміз, бай тарихымыз, ата-бабамыз ер түріктермен байланысты екенін көрсету. Олай болса, көне түркі жазуының сипатын айшықтамай, түркілік болмыстың ерекшелігін түсіну мүмкін емес екен анық. Ал бұл арнадағы зерттеулер соңғы жылдары ғана қолға алынып келеді. Сондықтан да байырғы түркілердің ұрпағы, жалғасы, яғни біздер үшін, бүгінгі өмір сүріп отырған ұрпақ үшін жазулардың деректік мағынасы мен негізгі идеясын ашу зерттеудің басты мақсаты болып табылады. Және де түркі елі мен Қазақстан арасындағы байланыс туралы айтатын боламыз. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласы қазақ елінің адамзат тарихында орны тұрған маңызды мәселелерді көтергені белгілі. Мақалада әсіресе қазақтың түркі жұртындағы маңызды орны тағы бір рет айрықша аталып өтті. Қазақстан күллі түрік халықтарының қасиетті қара шаңырағы. Бүгінгі қазақтың сайын даласынан әлемнің әр түкпірінен тараған түркі тектес тайпалар, халықтар, басқа елдер мен өңірлер тарихи үдерісіне елеулі үлес қосты. Расында Қазақстан географиялық жағынан түркі әлемінің қақ ортасында орналасқан. Қазақ елінің кең байтақ даласы көшпенді өмір салтының және сол салттың негізінде қалыптасқан түркі өркениеттің төл бесігі болып есептеледі. Түркі халықтарының пайда болуы қазіргі Қазақстан жерлерімен байланысты екені белгілі. Дәл осы жерде түріктер өздерімен бірге алып кетіп, Азия аумағына таралып, ұлан-ғайыр дала империяларын құрған дәстүрлер мен нормалар қаланды. Қазақтардың және Шығыс Азия мен Сібірдің арасын мекен еткен халықтардың тарихында Алтайдың алар орны ерекше. Осынау асқар таулар ғасырлар бойы Қазақстан жерінің тәжі ғана емес, күллі түркі әлемінің бесігі саналды. Дәл осы өңірде біздің дәуіріміздің бірінші мыңжылдығының орта шенінде түркі дүниесі пайда болып, ұлы дала төтісінде жаңа кезең басталды. Тарих пен география түркі мемлекеттер мен ұлы көшпенділер империялар сабақтастығының айрықша моделін қалыптастырды. Бұл мемлекеттер ұзақ уақыт бойы бірін-бірі алмастырып, орта ғасырдағы Қазақстанның экономикалық, саяси және мәдени өмірінде өзінің өшпес ізін қалдырды. Орасан зор кеңістікті игере білген түркілер ұлан-ғайыр далада көшпелі және отырықшы өркениеттің өзіндік өрнегін қалыптастырып, өнер мен ғылымнан және әлемдік сауданың орталығына айналған орта ғасырлық қалалардың гүлденуіне жол ашты. Мәселен, орта ғасырдағы Отырар қаласы әлемдік өркениеттің ұлы ойшылдарының бірі Әбу-Насыр әл-Фарабиді дүниеге әкелсе, түркі халықтарының рухани көшбасшыларының бірі Қожа Ахмет Яссауи Түркістан қаласында өмір сүріп, ілім таратқан. Қай елдің болмасын елдігін, сол елдің өзіне тән ерекшелігін, мемлекеттігін білдіретін жағдай сол елдің мәдениеті мен білімі, әдет-ғұрпы мен салт дәстүрі болады деп ойлаймын. Яғни, алып қарасақ, әр мемлекеттің даму дәрежесі сол мемлекеттің адамдарының әл-ауқатының қаншалықты даму деңгейінде екендігімен өлшенеді және бағаланады. Сонымен қатар, екі мемлекеттің арасындағы қарым-қатынасты мәдени мұра, әдеби байланыстың маңызы өте зор болады. Өнер мен ғалымның құдіреті ешқандай қамалды, тосқауылды, шектеуді білмейді. Бүгінгі күні түркі өркениеті әлемдегі қалыптасып қалған өркениет үрдісімен қатар
1000 жылдық тарихы бар үлкен үрдіс болып саналады. Атап айтсақ, алгебраның негізін салған Хорезми, әлемнің екінші ұстазы атанған Әл-Фараби, әмбебап білімпаз Бируни, тілші ғалым Қашқари, сопылық поэзияның негізін қалаушы Яссауи, философиялық дидактикалық дастан жаратқан Баласағун, ақындар Низами, Наваи, Фирузи, Физули екі елдің де жұлдыздары болып саналады. Ал енді қазіргі замандағы түрік халқы мен Қазақстанның ара қатынастарын санап айтсақ, ол 1990 жылдан бастап тығыз байланысқа болды деп айтсақ та болады. Саламат Мұрат, сұрақ қойып жүрсем, Түркия елінде қандай мемлекеттер жатыр? Түркия елдеріне Түркия, Қытай, Ресей, Қазақстан, Әзербайжан, Өзбекстан деген сияқты елдер жатыр. Рахмет сұрағым. Сәлем, сұрақ қойып жүрсем. Қазіргі кезде Қазақстан мен Түркия елінің қарым-қатынасын айтып жіберсеңіз, сіздің ойыңызша. Қарым-қатынасы қазіргі елде сауда-саттық, бір-біріне шетелдік туристік жақсы қарым-қатынас. Және де екінші сұрағым, қазіргі кезде Алматы мен Астана қаласында ашылған екі ел арасында ынтымақтастық арасындағы универ ашылған Түркияның еліндегі. Астанада Қожа Ахмет Яссауи, Алматыда СУДУ. Рахмет сізге көп. Саламатсыз ба, сұрақ қойып жүрсем. 1991 жылы Қазақстан тәуелсіздік алған кезде ең бірінші болып мойындаған ел мемлекеті? Түрік елі. Өзбекстан, Қырғызстан деген. Және де екінші сұрағым, 1993 жылы Қазақстан мемлекетінде осы түркінің ресми түрінде ашылған мейрамханасы. Узур мейрамханасы. Все, рахмет сізге. Саламатсыз, сізге сұрақ қойсам. 1991 жылы Қазақстан тәуелсіздігін алған кезде ең бірінші болып мойындаған ел? Түркия, Өзбекстан. Және де екінші сұрағым, 1993 жылы Қазақстан елінде ресми түрде түрк мейрамханасы ашылған? Узур. Узур, рахмет сізге.